қалайсыздар? Менде не очень. В общем, жаңа бір жағдай болып қалды жолда. Мама екеуміз ие жатқанбыз ғой, біз жаққа қарай. Алаң сыртына трасса. Мына жақтан келіп жатқан кезде тереземе бірдеңе тиеді ғой. Білмеймін, не тигенін, қалай тигенін, қаяқтан ұшып келгенін білмеймін. Жолда кетіп бараттым, тақата қалды. Сөйтіп терезем быт-шыт болды. Қайда Құдай сақтап қалды. Ешеріме ештеңе тиген жоқ. Ештеңе болған жоқ. Бірақ не дегенде ситуация неприятный болды. Жолда абай болыңыздар, достар. Всегда внимательно болыңыздар, мұқият болыңыздар. Мына жағдай енді кішкене неприятный болды енді. Мына жақтың бәрі айнек болған. Мен бәрін түріп тастадым, алып тастадым. Мамам келе жатыр. В общем, сол. Абай өзі. Мені тазалап қазір ары қарай кетеміз. В общем, етке барып келдік. Үйге кіргіздік, тамашайым ішіп алдым. Енді проблема стекло. Стекло таппай жатырмын машинаға. Кешке дейін таппасам, түнде қалай болады екен деп қоямын. Қоя десең ба? О-майо. Дейді. Басыма проблема табылдым ба? Кабар машина күрістау керек. Мына стеклолар көрінеді, бәрін тазалау керек. Мына стекло көрінбей жатыр. Ана астында стекло. В общем, барып машина күрістап келейін. Потом стекло іздеймін. Стекло табылған жоқ. Кеш болып кетті. Сөйтіп қазір бірден ойластырамыз. Скотч алдым. Мынандай фигня алдым. Ағымға істеп береді қазір. Четкий стекло сияқты. Тура стекло сияқты. А нож не взял? У меня же, знаешь, она не вран. Канцелярский нож бар. Тонировка будет. Қазір жасаймыз қазір. Ертеңге дейін шыдаса болды әйтеуір. Ертеңгі стекло іздеймін. Қазір жасап қалған көрістім. Осылай жүре берсін дейсің. Осылай жапсырасай дейсің. Ладно, если я постарался, Все, все. ладно. Два слоя? Қой құрсын кірсек. Там два слоя? Біз біттік. Терезені четкий жасып қойдық. Қазір көрсетем. Енді ешкім кіре алмайды менің машинама. Мастер мына кісі. Қолына балтаман ғой. В общем, бір, екі, үш десең ба. Мені. Қараш, тура стекло сияқты, алсаң алсаң. Тура стекло сияқты. Қышы ғой. Тура стекло сияқты. Четкий жасап қойдық. Ну это бронепленка. Не тонировка, но бронепленка. Так. Қарағанда жынысын білмей қалу керекпіз. Бүйтіп ана бүйтіп қалу керекпіз. Біз қазір қыдырып жүрміз. Баламыз бетін көрсетпей жатыр. Соған кішкене жүріп келіңіздер деді. Соны енді күтіп тұрмыз. Алдында да бетім жауып алды деді. Балам просто андай балам мен қызым бетін беті жауып алған ғой. Бұл жолы теріс қарап алған ғой? Иә. Камералардан шаршады да уже толмай. Баршаңызға қалайсыздар? Стористен жоқ болып кеттім. Прям қатты ауырдым. Қанша күн. Мынау енді жазылған түрім. Дауысым шықпай қалды. Қазірдің өзінде әрең жатырмын үйде. Мұрным бітеліп, дауысым шықпай. Температура жеткен ғой. Ең жазылып жатырмын. Ой.
бүгін үйдің бәрін жинап қысын кішкене өзіме келдім, бірақ сонда да әлі ауырып жатырмын. Сол сорпа дайындау керек еді дедім, бірақ дайындалып кетіп қалған жоқ. Біреудің жасаған сорпасы ішкім келіп жатыр. Андай кезде вирус шығып жатыр дейді да, сол не ішіп жатсыздар сіздер? Helloушки, қалайсыздар? Мен сіздерге қазір өзімнің қолданатын күшті продукциямды айтқым келіп тұр, көрсеткім келіп тұр. Это не просто реклама, это реальный отзыв, который шынымен де бар ғой, көмектесті маған. 25 жас Келіншегім бетіп, ауырсақ пісіріп, болыш пісіріп. Салатын жасап. Қарындасым отыр. Өлім қылыпты, жаңқайс. Бесқа шықпағанның себебі мен видео күттім. Менің арманым орындалған күн. Вай, қазір сіздерден поддержка күтем. Келесі сториста міндетті түрде пост салатын болам. Постқа кіріп, аямай поддержка беріп кетіңіздер. Аягөз, сені жақсы көреміз дейтін оқырмандарым. Ең күшті сөздеріңізді сол посттың астына жазып кетсеңіздер болады. Маған бұрын арман болған. Вот. Кеше сол арманым орындалды. Бұл тек қана бастамасы. Иншаллах барлық жетістіктерім Алла қаласа сіздердің көз алдарыңызда болатын болады. Ал қазір менің орындалған арманымды көрсеңіздер болады. Келесі постта саламын. Енді бомба. Альхамдулиллах. Келесі сторисқа өтеміз. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Ең күшті сөздеріңізді жазып қалдырыңыздар.